Жігіттерге сообщение жазудың негізгі ережелері. Менің есімім Санжар Айдар. Каналыма қош келдіңдер. Бұл жерде мен сендерге жақсы жігітті қайдан тауып, онымен ұзақ әрі бақытты арақатынасты қалай құруға болатындығын айтатын боламын. Түркиядан, жерорта теңізінен жалынды сәлем. Біле білсеңдер, мен желіде көп әрі жиі хат алмасып жатамын. Себебі мен интернетте жұмыс жасап, оқу оқып, демалысымды да сонда өткіземін. Сол үшін хат алмасудағы менің тәжірибем жеткілікті. Маған сенсеңдер болады. Осы уақыттан бері мен хат жазған кездегі саған әрдайым қалаулы әрі жағымды болып қалу үшін басты ережелерді анықтаған болатынмын. Тек жігіттерге емес, жалпылай. Тура осы жайлы біз бүгін сөйлесетін боламыз. Дайынсың ба? Онда кеттік. Нөмірі 1. Позитивті сақта. Бұл кез келген әңгімелесудегі ең басты ереже. Ол жеңіл әрі позитивті болуы керек. Ешкімге де көңілсіз және депрессиялық тақырыптарға сөйлескісі келмейді. Өмірге деген сенің шағымдарың қалай барлығы жаман екені және тағы басқалары тағы сол сияқты. Әңгімелесу рахат алып келу керек. Сен кей кезде бір нәрселерге шағым жасасаң да болады, бірақ жалпылай позитивті сақта. Себебі кез келген адамда қиындықтар мен қайғылы нәрселер болып жатады. Ал егер сен қарым-қатынас кезінде үнемі қуаныш, бақыт және көтеріңкі көңіл күйді көрсететін болсаң, онда адамдар саған тартылатын болады. Себебі сенімен әңгімелесу оларға бірнеше сағатқа болсын өз мәселелері мен сәтсіздіктерін ұмытуға көмектесіп, сенде әдемі қызбен сөйлескен кезде рахаттануға көмектеседі. Ал егер сен жігітке өмірде де, жігіттермен де сенімсіз, әрі жолы болмағыш қыздың образын көрсете беретін болсаң, онда ол сені алдағы уақытта кездесуге шақырмайды. Сол үшін ең маңыздысы бұл позитивті қарым-қатынас. Нөмірі 2. Тиісудің қажеті жоқ. Саған әрдайым позитивті көңіл күйді сақтау керек екендігін ұмытпа. Жігітке түрлі нәрселер айтып, тиісіп, ара қатынасты шешудің мүлдем қажеті жоқ. Сендер толық таныс болмай, ол саған қазір ешкім болса әсіресе. Маған неге жауап бермейсің? Сен болсай алмайсың ба? Кеше ғана онлайн болдың ғой. Мен көрдім. Жоқ, түсінбедім. Неге жауап бермейсің? Деп айтпаймыз. Түсінемін. Сен адамша мәселені өзің анықтап, барлығын шешіп, ендігі кезде оның олай жасамауын айтқың келеді. Бірақ бұндай тәсілмен сен еш нәрсеге қол жеткізе алмайсың. Өзіңді жігіттің орнына қойып көрші. Егер де саған толық таныс емес бір жігіт, неге жауап бермейсің? Не мәселе? Сенің сетті екеніңді көрдім. Бұл нәрселер сені өзгерте ала ма? Егер сен жауап бермесең, демек бұл адам саған қызық емес. Ол саған тиісе берсе, сен кім едің, құрып кетші деуші едің. Тура осы нәрселер сен жігітке тиісе бергенде байқалып жатады. Осы орайда позитивті сақта. Жауап бергісі келмеді ме? Бәрі жақсы, қорқынышты еш нәрсе болған жоқ. Сенің сөйлесетін басқа да жігіттерің бар шығар. Нөмірі 3. Қыстырыла берме. Алдыңғы видеоларында мен сенің жеке тәуелсіз тұлға болу керек екендігінді айтып, жігітті тек жақсы толықтауыш ретінде ғана қабылдауың дұрыс деп түсіндірдім. Бұл дегеніміз онымен әңгімелескенде байланып қалмауың керек деген сөз. Білемін, сен оны ұнатасың және саған өте қиын. Бірақ сенің басқа да істеріңмен қызығушылықтарының бар екендігін ұмытпа. Егер сендер түні бойы сөйлессеңдер, келесі күні таңертең «Сәлем, қалай ұйықтадың?» деп жазып қажет емес. Сен оны жай ғана шаршатып жіберуің мүмкін. Кейде саған бір жігіт хат жазғанда, сен «Оу, Құдай-ау, бұл тағы не жазды?» деген кездер болса, жігітте сен жайлы тура солай ойлап қалуы да мүмкін. Егер жігіт саған өзі бірінші жазып жатса, онда жақсы әңгімелесуге болады. Бұнда жаман еш нәрсе жоқ. Тым жиі немесе тым сирек жазып та қажет емес. Мысалы, мен кейбір адамдармен 2 күнде 1 рет, кейбірмен 3 күнде 1 рет, ал кейбірмен аптасына 1 рет қана сөйлесе аламын. Және бұл жеткілікті, әсіресе біз олармен қатты таныс болмасақ. Нөмірі 4. Тек бір хаттармен ғана шектелудің қажеті жоқ. Қазіргі таңдағы заманауи технологиялар жігітпен деген әңгімелесуді түрлі етіп жасауға көмектеседі. Оған суреттерді, смайликтерді, видеоларды және аудиоларды жіберіп тұрсаң болады. Немесе екеуіңе де бір музыка түрі ұнайтын болса, онда әуен де жіберуге болады. Дәл қазір сені қоршап тұрған нәрселердің суреттерімен өзіңнің қызығушылықтарының немесе сен айналысып жатқан ісіңнің суреттерімен
бөлісуге де болады. Қысқа видео түсіріп, интернеттегі видеоны жібер. Басты ереже бұл нәрселер қызық болып, орынды болса болды. Нөмірі 5. Сауатты жаз. Мен саған қазақ тіліндегі диктантта сияқты грамматика мен пунктуация ережелерінің барлығын қолдан демеймін. Бірақ сауатсыздық адамдарды сенен итереді. Сол үшін менің құрбыларым не жазғандарыңды толық тексеріп, қателері бар болса түсеңдер. Мысалы, кей жерде байқаусызда болып қалса, немесе бір жерде үтір қалып кетсе де, бұл нәрсе бола береді. Бірақ егер сен бір сөзді үнемі қате жазып, аның орнына оны иның орнына ені жазып қате жібере беретін болсаң, бұл басқаларға қатты байқалып жатады. Сол үшін қателермен жұмысты барынша тез жасайтын болсаң, онда сенің сауатты хаттарың сені басқа қате жазатын қыздардан әлде қайда жоғары деңгейге көтеретін болады. Ал бүгінге осы айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі Инстаграмға кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда сені WhatsAppта күтемін. Жаңа видеолардан қорғалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше. Ал мен шомылуға кеттім.